Сәлем алпамыс, қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың, не істеп жатсың? Тамаша. Бүгінгі күніңіз қалай басталды? Өте тамаша. Бүгін таңғы 6-да Атырау қаласында атыраулық чемпиондармен таңғы жаттығу жасап, керемет, көңіл күй керемет жалпы. Осы орайда маған айтып беріңізші, чемпиондар жобасы қайдан туды, қандай неден, сол туралы? 27 жасымда жастық шағымның өтіп бара жатқанын байқадым, және мен үшін ол өте қорқынышты болды. Сөйтіп 30 жасыма дейін бірдеңе жасап үлгерейінші деген мақсатта өмірімді түбегейлі өзгертемін, өзгертіп қана қоймай, айналамдағы қаракөз қазақтарыма да дәлелі боламын деген сондай бір ниеттен басталып, осылайша қазіргі таңда Қазақстанның 22 қаласы мен ауылдарында, енді бүгін Атырауды қосқан кезде 23 чемпиондар жобасы жұмыс істеп тұр. Таңертең қыздарымыз, жігіттеріміз бас қосып, таңғы жаттығу жасайды. Дамушы орта құру мақсат. Жалпы өзіңізді таныстырыңызшы, блогер ретінде әлеуметтік желіде белсенді екеніңізді білеміз. Негізгі мамандығыңыз қандай, немен айналысасыз, сол турасында? Негізгі бітірген оқу орным Сатпаев университеті архитектура және құрылыс факультетін тәмамдадым. Ал былайда қазіргі таңда кәсібім IT саласында, Сауд IT компаниясының қазір негізін қалаушымын. Әлі бірақ өнім шыға қойған жоқ, бұйырса санаулы күндерден кейін өнімді нарыққа ұсынамыз. Білесіз, сұрақтарға кезек берейік. Жалпы өзіңіздің ұстанатын қағидаңыз? Мен істемегенде кім істейді, қазір істемегенде қашан істеймін? Өмірін өзгерткісі келетін, бірақ бір бастай алмай жүрген адамдарға қандай кеңес бере аласыз? Аз-аздан үздіксіз, асықпаған адам тез жетеді. Идеалды күн қандай сіз үшін? Жағымсыз, жаңалықсыз күннің барлығы идеалды деп ойлаймын. Ал өмірдегі басты жетістігім деп нені айта аласыз? Жастық шағыммен аяқ қолымда қуат резеңке сияқты емес, созыла бермейді. Соны түсінгенім жетістік деп айта аламын. Өйткені осы нәрсені түсінгенім мені әрекеттерге көбірек қамшылайды. Өзіңізге ұнамайтын, бірақ жиі қойылатын сұрақ қандай? Білмеймін. Атырауға тағы бір мәрте келудің бір себебі бар ма? Бір себебін айтып беріңізші. Атырауға тағы да бір келудің? Мүмкін жайық, әркімде әртүрлі ғой енді. Қонақжайлылық, ыстық лебіз, жылы көңіл. Алдағы бір өзіңіздің жобаңызбен бөлісіп өтсеңіз, осымен қысқа сұрағыңызды. Алдағы жоба? Мен әр жобаны бір ашып, атауын өзгертіп, немесе басқа бірдеңемен айналысып кеткенді онша жақтырмаймын. Мен өмір бақи өзіме серік қылып алған 2 жобам бар. Одан басқа жобалармен айналыспаймын. Осы 2 жобаны аяқ қолымнан күш қуат кеткенше соңына дейін жеткен жеріне дейін апарғым келеді. Оның бірі чемпион жобасы, екіншісі Сауд IT компаниясы. Атырау жастарына деген бір тілегіңіз, немесе айтар бір ойыңыз болса, осымен аяқтайық. Жалпы қазіргі таңда жастар мықты, және жалпы тек қана Атырау емес, барша Қазақстан жастарынан үміт күтеміз демеймін, олар үмітті ақтайды, мен оған сенемін. Сондықтан осы қалпынан таймасын, ең бастысы даму жолына түсіп, басқа бағытқа түсіп кетпесе екен. Көп рахмет. Сіздерге де Уақыт рахмет. бөлгеніңізге. Сау болыңыз.